Жұмысшы балғаны басқаны сол еді. Балға сырғыған бойы барып темір раманың бұрандасын сындырды. Серпінмен құлаған темір мына байқұсты жолға салды. Сонымен қатар, бір қайыршы люк қақпағын ұрлап барады. Байқамағаны ол шпалды дөңгелектің астынан қағып кеткен. Кенеттен танкер төмен қарай аға бастады. Сағат 6-дан 6 минут 6 секунд өткенде, ақш-тың Ұлыбританиядағы елшісінің көлігіне соғылады. Бензин болса сарылдап тұрып көлікке құйылды. Дәл осы сәтте қайыршы темекі тұқырын тастап жіберді. Бензиннің жануымен қатар бір жарылыстың дауысынан кейін елші көлігімен бірге күл болды. Осы істің әсерінен Дэвид Америкадағы ең жас елші болып тағайындалды. Себебі ол алдында орынбасар еді. Дэвид өзінің көтерілгені қабілеттілігі мен тәлейінің арқасында деп ойлады. Бірақ та бұл кездейсоқ жарылысты оның 6 жасар ұлы жоспарлағанын білмеген. Ұлының аты Томпақ, 6 айдың 6 күні сағат 6-дан 6 кеткенде туған. Ал бұл шайтан сатанның туылған күні еді. Бұлай қарасақ ол жамандық алып келуі керек. Бірақ туылғаннан бастап үйді бақыт орап, Дэвидтің де жолы ашылды. Алайда Томпақтың 6 жастағы туылған күнінде бірінші оқыс оқиға басталды. Туған күн кешінде кенет жол жиегінде қара ит пайда болды. Үйдегі күтуші онымен көз тірескен соң есінен адасады. Содан кейін есі адасқан бойы қабат төбесіне шыққан. Мойнында арқаны бар. Томпаққа бұның бәрі сен үшін деді де. Ойланбастап қабаттан секіріп өзін-өзі асып өлтірді. Бұл көріністі оқиға орнындағы тілшілер түсіріп алған. Ал қонақтардың бәрі қорыққаннан айқайлады, барлығы оқиға орнынан қашып әлек. Дэвид болса Томпақты құшақтап тоқтаусыз жұбатуда. Білмегені ұлы қара итке немқұрайлы қарап тұрып, оған қолын бұлғады. Күтушінің мәселесін келесі күні тілшілер әшкерледі. Біраз шу болды. Артынан шақырылмаған қонақ келіп жетті. Бұл тоқырдың қызметкері. Ол Дэвидті көргенде бірінші айтқан сөзі: "Сенің ұлың шайтан, оны сөзсіз өлтіру керек. Әйтпесе тіпті де көп адам өледі" деді. Мұны естіген Дэвид тоқырдың психикалық ақауы бар деп қана ойлап, қарамастан кетіп қалды. Тоқыр асыққанынан оған Томпақтың барлық құпиясын білетінін айтты. Ол шайтан және Томпақтың анасы қасқыр деп қуды. Барған сайын қияли болғанын көріп, Дэвид күзетшілерді шақырып алып тоқырды жынды деп шығарып жіберді. Кетер алдында тоқыр алаңдап, дүние жойылады деп айғайлады. Ал Дэвид болса ой қырына батқандай көрінді. Осыдан 6 жыл бұрын ұлының дүниеге келген күні есіне түсті. Сол түні бір уақытта 3 метеорит қонған еді. Көптеген діни қызметкерлер шұғыл жиналыс өткізді. Өйткені шіркеу ішіндегі ежелгі аңыз бойынша метеориттің құлауы шайтанның келуін білдіреді. Дәл сол уақытта елінің босанатын күніне тура келген. Бірақ асығыс ауруханаға жеткенде жағымсыз хабар естіледі. Діни қызметкер оған ұлының қайтыс болғанын айтты. Ал әйелінің жатыры босану кезінде қатты зақымдалған. Енді бала көтере алмайды деп жеткізді. Бұны естіген Дэвидтің жүрегін қан талады. Ол баласын көргісі келіп еді. Оны тоқтатты да Дэвидті басқа босану бөлмесіне апарды. Ондағы бала ұлымен бір уақытта туылғанын айтты. Бірақ оның анасы босануда қайтыс болды. Қазір бала жетім деді. Діни қызметкер баланы асырап алса деп үміттенді. Әйелінің болашақта балалы бола алмайтынын ойлаған Дэвид өз келісімін берді. Бірақ та әйелі алаңдамасын деп оған айтпады. Әлі күнге дейін Томпақты туған баласы деп ойлаған. Олар Томпаққа бар мейірімін арнады, ержеткізді. Бұл аралықта ешқандай ерекшелік байқамады. Бірақ та бұл күні зоопаркке барғанда әйелі бір түрлі құбылысты байқады. Бала жай ғана қараған еді, маймылдарды үрей алды. Кішкентай маймыл қорыққаннан анасының құшағына тығылды. Ал горилла балаға бір қарап еді, кенеттен мазасызданып, әйнекті жынды сияқты ұрғылады. Бұны көрген Томпақтың анасы ақырында ұлының ерекшелігін байқады. Бірақ ол мұны назарына алмады. Бұл да соңғы трагедияға тікелей әкелді. Бұл күні бір әйел шақырусыз келді. Ол үйге күтуші болып келуді ұсынды. Дэвид пен әйелі ақылдаса келе, оған риза екенін айтты. Ал соңғы күтуші өз-өзіне қол жұмсағандықтан күтуші жетіспей тұр еді. Ақырында жұмысқа аламыз деп шешім қабылдады. Содан кейін күтушіні баланың бөлмесіне кіргізіп, бір-бірімен таныстырды. Ойламағаны ол кеткен соң күтуші Томпаққа бір түрлі сөз айтты. Hello, Damien. I'm Mrs. Baylock. Don't be afraid, I'm here to protect you. Түнде Дэвид ұлының бөлмесіне келді. Ұлының бетін сипайын деген еді. Кенет ырылдаған дауыс естиді. Басын бұрғаны сол еді, үлкен қара итті көреді. Ал бұл сол туылған күндегі ит еді. Күтушінің айтуынша баласы бағуға келген қаңғыған ит, Дэвид күдіктенбестен бұрылып бөлмеден шығып кетті. Ана тоқыр келесі күні Дэвидті тағы іздеді. Бұл жолы тіпті қияли. Әйелің жүкті, бірақ баланың дүниеге келуіне жол бермейді. Ол алдымен нәрестені, содан кейін анасын өлтіреді. Ақырында сен де өлімнен құтыла алмайсың. Қайғының алдын алу үшін жүн бас есімді діни қызметкерді табуың керек. Ол саған не істейтініңді айтады деп қуды. Бірақ Дэвид тоқырдың сөзіне мүлде сенбеді. Өйткені дәрігер бұған дейін әйелінің жатыры зақымданғанын айтқан, сөйтіп Дэвид ашуланып кетіп қалды. Ал тоқырды қорқыныш шағалады. Себебі құпияны ашқан үшін оны шайтан жазалайтынын біледі. Ол қорқып шіркеуге жүгірді, жол бойы борандатып, күн күркіреді. Ол плюсті мойнына тақты да Құдайынан амандығын тіледі.
Ал ол шіркеуге жеткен сәтінде есік өздігінен құлыптан тартынша найзағай төбедегі громоотводы құлатты пырш етіп жүрегін жаралады. Ал Дэвид үйге қайтқан соң әйелі оған жүкті екенін айтты. Бұны естіген ол елең етіп қалды. Келесі күні әйелі орындықта тұрып, гүлдерді суарып тұрады. Томпақ скутерге мініп орындықты тіке соқты. Бағына орай баспалдақтың шетінен ұстап қалады. Томпаққа өзін құтқаруды өтінеді. Бірақ баласы жай ғана қарап тұра берді. Ақырында шыдамай 3-ші қабаттан құлап түседі. Әрине, нәресте аман қалған жоқ. Әйел де ауыр жарақат алған. Келесі күні күтуші мен баласы амандық сұрап келді. Нәтижесінде әйел ұйықтап жатқанда күтуші қоректік ертіндіге уы қосып жібереді. 1 минутқа жетпей, әйел көзін жұмды. Бұл хабарды естіген Дэвидтің жүрегі ауырды. Тоқырдың да айтқан сөзіне сенді. Ойланбастан ол тоқырға хабарласты, бірақ оның қайтыс болған хабарын көреді. Дэвид осы сәтте ғана істің маңыздылығын түсінді. Не істерін әлі ойламастан бір тілші іздеп келді. Ол Дэвидға бірнеше суретті көрсетті. Күтушінің ісінен кейін бұл тілші Дэвидтің үйі туралы сурет түсіріп жүрген. Нәтижесінде ол суреттерден адам сенбейтін нәрсені тапты. Соңғы уақытта қайтыс болған адамның әрбір фотосында жарық сәулесі бар. Күтушінікі мойнында, тоқырдікі төсінде. Бұл да олардың өлімін дәлелдейді. Тіпті қорқыныштысы, бір күн бұрын тілші суретке түсіру кезінде абайсызда айнаға суретке түсіп қалған. Өз мойнынан да сәулені байқайды. Бұл келесі қайтыс болатын адам тілші деген сөз. Сондықтан ол шындықты анықтау үшін келді. Қатердің алдын алмақшы. Екеуі алдымен 6 жыл бұрын бала дүниеге келген ауруханаға келді. 5 жыл бұрын бұл жерде өрт болғанын естиді. Барлығы өртеніп кеткен. Томпақ мұны дәлелдерді жою үшін жасаған сияқты. Бір жақсысы, олар күйіп аман қалған монақты кездестірді. Оның аузынан негізгі тұлғаны тапты. Ол сатанның шәкірті, шайтанның бейнесі. Бір қарабақ ізбасарын жұмсап адам өлтіргізе алады. Бұл адам ит немесе кез келген жаратылыс болуы мүмкін. Дэвид өзінің жеке басының сырын білу үшін оны Томпақты асырап алуға көндірген дін қызметкерді тауып, сол жылғы шындықты сұрайды. Ойламағаны діни қызметкер 5 жыл бұрынғы оттан танымастай күйіп, тілінен айырылып қалады. Ақыры бір мекен жайды жазып қалдырды. Дэвид пен тілші мекен жайды аңдып, оның қараусыз қалған зират екенін анықтады. Олар алдымен Томпақтың туған анасының қабірін тауып алып, оны ашқанда аң-таң болып қалды. Ішінде қасқырдың сүйегі бар. Кезіндегі тоқырдың айтқанның бәрі рас сияқты. Биологиялық анасы шынымен қасқыр екен. Сол кезде Дэвид оның жанындағы қабірді ашты. Оның ішінде нәрестенің қаңқасы болды. Ол бұл өзінің ұлы екенін білді. Бірақ қаңқадағы үлкен тесікті көргенде Дэвид ұлының туған кезде өлмегенін бірден түсінді. Осының бәрі қастандық болып шықты. Кейінірек олар тоқыр айтқан священник Жүнбасты тапты. Ол аймақтағы ең жоғары рухани ұстаз деп айтылады. Жүнбас үндемеді. Пышақ жинағын шығарып, тек мына пышақтар шайтанды өлтіруге болады. Ал оның жаны шіркеуде толығымен шығару керек деді. Алайда бұл уақытта Дэвид әлі де сезімге толып, ол Томпақтың шайтан екеніне әлі сенгісі келмейді. Ол жай ғана бала деп ойлады. Жүнбас мұны естігенде қобалжып, шайтанның басының артқы жағында 3-6 белгі бар екенін айтты. Дэвид әлі де сене алмай, шіркеуден шыққанда пышақты лақтырып жіберді. Мұны көрген тілші бірден, сен өлтірмесең, мен өлтіремін деп пышақтарды алып алды. Өйткені шайтан өлмесе, келесі өзі өлетінін білген. Осы сәтте шатырды жөндеп жатқан жұмысшы балғаны басып, ол құлап қабырғадағы темір жақтауды сындырып жіберді. Тура тілшінің мойнын кесіп тастады. Бұл дәл оның фотосуретіндегі жарық сәулесінің орны. Мұны көрген Дэвид ақыры Томпақты өлтіру керек екенін түсінді де пышақтарды алып үйіне қайтты. Ол қайшыны алған бойда жауыз ит жүгіріп келді. Тез аңғарып оны жертөлеге жауып тастады. Дэвид бала ұйықтап жатқанда шашын кесіп 3-6 таңбасын көрді. Ол шошып тұрғанда күтуші күтпеген жерден арт жағынан жабыса кетті. Тәрейіне орай күтушіні 2-3 соққымен ақ лақтырып жіберді. Артынша ол Томпақты көтеріп көлікке тықты. Күтуші тағы шыға келді. Ол жынды сияқты терезені балғамен ұрды. Дэвид елемей ғана күтушіні Toyota Camry 200-мен ыңқ еткізеді. Бірақ ол полицияның назарын аударып Дэвидтен қалмай қуды. Дэвид тез шешім қабылдау керек екенін біліп, шіркеуге қарай жүгірді де Томпақты жерге жатқызып, қанжарын көтеріп, оны өлтірмекші болған кезде кенет тарс тұрып, дауыс естілді де қуып келген полицейлер мылтықпен атты. Дэвидтің неліктен кісі өлтіргенін бәрі білмесе де, президент оған әлі де жоғары деңгейде жерлеу рәсімін өткізіп берді. Ал қайтадан жетім қалған Томпақты президент ұлы ретінде асырап алды. Томпақ саяси шеңберге сәтті кіріп кетті. Соңында Томпақ басын ақырын бұрып, жеңімпаздай күлімсіреді.